Қайырлы күн, қадірменді оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туылған күніне орай белгіленген 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі құтты болсын. Тілдер мерекесіне орай еңбекші ауылдық кітапхана және мәдениет қызметкерлерінің ұйымдастыруымен туған тілім тұғырым тақырыбындағы сазды кешті назарларыңызға ұсынамыз. Біздің ана тіліміз қазақ тілі. Ол еліміздің конституциясы мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мәртебесіне ие. Қазақ халқы ұлт болып қалыптасқаннан бері қазақ тілі өмір сүріп келеді. Тілдің иесі келешегі қазақ, бүгіні қазақ және болашақтағы қазақ. Тілдің ғұмыры уақыт тәрізді мәңгілік. Тіл халықтың мәңгілік халық болып қалуының айғағы. Тіл өткеннің ұрпаққа қалдырған аманаты. Бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі күннің кепілі. Сондықтан да өз ана тіліміздің қадірін біліп, өз тілімізде дұрыс сөйлесе білу қаны қазақ баласының бірден-бір міндеті болып табылады. Тіл қай ел ұлтта болса да қастерлі, құдіретті. Тіл байлығы әрбір елдің мақтанышы. Егеменді мемлекеттің басты белгілерінің бірі тіл. Қазақ тілі атадан балаға мирас болып қалған қасиетті мұра. Демек, әр адам ана тілін көзінің қарашығындай сақтауға тиіс. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім. Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім. Қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болашағың бақыттың дара тілім. Туған тіл жас нәрестеге құндағында ана сүтімен бірге бесік жыры арқылы сіңетін болса, ол ана тілі ешқашан жойылмайды. Тіл ата-бабамыздың аманаты. Ендеше ата-баба мұрасын жалғастыру, оның мәртебесін көтеру баршамыздың парызымыз. Тіл тағдыры барша қазақ халқының